Сәлем достар, сендермен Мералин. Жоғалып кеткен мен 1040 сылтауымды айтқым келмейді. Сондықтан бетім қызармай реинкарнацияның екінші маусымын наконец небольшой пауза алып, 7 ай өткен соң жалғастырайын дедім. Так, білем, сен қазір 7 айда қалай 2 сезон үлгердің деп таңғалуыңды. Негізі бұл оңай, просто көтіңді диваннан көтермей жата бересің. Без рофла осы уақытта маған анимені не только түсіндіріп, дыбыстап тастауға да болатын еді. Но мен еріншекпін. Итак, бірінші сезон басты кейіпкеріміз Рудеустың Руджертпен қайдадан тату дос болып центральный континентке барамыз деген жесткий цельдарымен аяқталған болатын. Сәлем достар, сендермен Мералин. Бүгінгі видео жұмыссыздың жаңа өмірі анимесі жайлы болады. Өздеріңіз білетіндей осы анимені қысқаша баяндайтын боламын. Және де тағы бір айта кететіні, бұл анименің бірінші маусымы. Алғашқы 11-ші. Ладно, кеттік ендеше. Поехали, let's go. Біздің тимейттар орталық континентке кеме арқылы бармақ болады. Но таксидің бағасын білгенде олар таңғалып қалады да явный развод екенін біліп отказаться етеді. Но шындығында олардың бір жыл бойы жиған терген тиындары оған жетпейтін. Ақшалары билетке жетпегесін олар тамаққа от души тойып алып қонақ үй жалдайды. Рудеус ұйықтап қалғанда түсіне ебучий Хитагами келеді де кезекті кеңесін айтып Рудеустың мазгасын тоңғайтады. Хитагамидің нұсқауымен Рудеус переулықтарды аралап жүріп, бір кішкентай қарны жосқа ашып жатқан қызды кездестіруі керек екен. Хитагами оған сол қызды тойдырсаң, сауабы жазылады деп айтқан болатын. Рудеус оған тамағын алып бергеннен кейін ол қызға жан кіріп қуаты тасып кетеді. Ол өзін ұлы жындардың патшайымы деп таныстырады. Рудеус болса мұны прикол деп подыграть етіп жібереді. Айтпақшы, оның есімі Киширика Киширису. Ол оған любой желанияңды орындай аламын дегенде Рудеус әлемдегі ең бай адам болғысы келетінін айтады. Но көріп тұрғанымыздай бұл кісінің бюджеті оған жетпейді. Сонда Рудеус оған сіздің денеңізді қалаймын деп айтады. Өзім де вахуй болып қалдым, но Википедияда оның общий жасы 7000-нан үлкен екен. Тогда, бәрі законны. Киширика оған өз көздерінің біреуін береді. Бұл көз необычный болатын. Себебі Рудеуске берген көз болашақты примерно 2 секундқа көреді. Типа дьявола на минималках. Новый қабілетке ие болған Рудеус үйге қайтып бара жатқанда бір мужикпен соқтығысып қалады. Және сол мужиктің үстіне бір құмыра түсіп бара жатқанда Рудеус мужикті итеріп жібереді. Ол болса Рудеусты енді ата-бабасынан боқтайын деп жатқанда оны құтқарып қалғанын түсінеді. Сосын көзіне үйренгеннен кейін Рудеус мақтанып Эристі айырып тастағанына қуанып қалады. Но пока что күші Руджертке жетпейді. Бәрі ұйқыға кеткенде Рудеус Эрис берген таяқшаны сатпақ болады. Бірақ та бұл Руджертке мүлдем ұнамайды. Олардың араларында кішкентай конфликт болады. Десе де Рудеусте басқа амал болмаған еді. Өйткені біздің мейірімді де қамқорлы спермамыз Руджерт жамандықты жек көретін. Но ақша үшін бір аптаға Рудеустың жаман нәрселеріне көзімді жұмамын дейді. Екеуі сөйлесіп тұрғанда бір мужик қараңғы жерден шығады. Сөйтсе бұл бағана Рудеус құтқарып қалған Гаус Клинер деген кісі екен. Кстати, осы ауылда Рокси және оның тобы жүрген болатын. Олардың мақсаты әрине жоғалып кеткен адамдарды іздестіру. Солардың қатарында Рудеус те бар. Ең қызығы, Рокси Эрис пен Руджерттің тренка жасап жатқанын көреді. Но Руджерт оған қарағанда Роксиға оның сперд екені есіне түсіп, тайып тұрады. Қонақ үйге жүгіріп кіріп келсе, оның алдында прямо хентайшық болып жатыр екен. Рокси ялғанынан магиясын қолданып жібереді де стенада тесік қалдырады. Солай бар ақшасы ремонтқа кетеді. Оның отряды болса іздестіру бойынша әрине соқыр болғандықтан нихуя нәтижеге жетпейді. Әлгі Рудеус құтқарып қалған Гаус деген мужик оларға сатып ала алмаған билеттерін алып береді. Солай олар жолға аттанады. Но теңізде келе жатқанда Эристің жүрегі айнып Рудеус оны емдеп отырады. Наконец басқа қалаға жеткенде Рудеус кепілде болған Руджертке барып оны босатпақ болады. Есече олар кемемен келу үшін Руджертті залогқа қойған болатын. Бастысы балалар аман болса болды. Рудеус Руджертті босатып, енді кетейік дегенде спермамыздың сезімі оянып, мұнда тұтқындағы балаларды құтқару керек дейді де контрабандистердің көтін айыруды бастайды. Рудеус болса ебаный фуриялардың балдарын емдейді де бағана түрмеге кіріп келе жатып көрген итті босатпақ болады. Рудеустың әлгі итті сипағанын көрген бір фури мужик оны контрабандист екен деп ойлап техникасын қолданып, оны ауылына жазалауға алып кетеді. Кейін Рудеус ағаштан жасалған түрмеде оянады. Ол түрмеде бір апта жатып Руджерт пен Эристі күтеді. Десе де оның жанында сокамерник пайда болып, екеуі лезде дос болып кетеді. Бірде окончательно зайбалы шыққанда Рудеус мына орманды өртеп жіберер едім дейді. Сонда орман өртене бастайды. Оған себеп ауылға контрабандистердің шабуылы. Екі жақтың соғысының нәтижесінде Рудеус өртті сөндіріп, контрабандистердің бастығы әлгі мужик Гаус Клинерді жеңеді. Есін жиғанда ол төсекте жатады. Ал жанында бәрі біткеннен кейін келген Эрис пен Руджерт тұрады.
Потом фуриялар қателіктерін мойындап рахметін білдіріп, сосын особо маңызды емес филлерная серия болады. Онда айта кететіні, әлгі Гиллен деген Эристің охраннигі бұрында осы ауылда тұрған екен. Соңында біздің сквад тағы да жолға аттанады. Жаңа қалаға жеткенде Рудеустың миына отбасына хат жазу енді ғана келеді. Солай ол хат жазып отырады. Бір мезетте ол көшеде жылқы мінген адамның біреуді ұрлап бара жатқанын байқап, оны құтқармақ болады. Олардың артынан барғаннан кейін сол жердегі мешоктарды оңай жеңеді. Неге басына трусы киіп алған десең, бұл типа маскировка. Бірде жерде жатқан мешоктардың біреуі басшымыз келді ме дейді. Сонда бір алқаш бөлмеге кіреді. Рудеус оны танымай тұрады. Алайда ол жақындағанда бетіндегі маскасы түсіп қалып, алдында әкесі тұрғанын көреді. Бір столикқа отырғаннан кейін Рудеус қайда болғанын айтып, историясын созып, көңілді түрмен айтады. Но әкесіне бұл ұнамайды да, жай ғана қаңғырыпсың дейді. Ал Рудеус мұндай реакцияны күтпегендіктен вахуй болады. Екеуі қырылысып қалғанда әкесі оған смачный удар береді. Но Рудеус одан қарағанда мықтылығын көрсетіп, оны ұрып тастайды. Сол сәтте Рудеустың қарындасы Норн келіп, баджама тиіспе дейді. Жалпы осының бәріне себеп Рудеустың анасы Зенит пен Лилия Айша дегендердің жоғалуынан болатын. Пол болса оларды таппай депрессияға түсіп кеткен болатын. Ал Рудеустың қыдырғанын естігенде ол ашуланады. Барлығы болса Рудеуске жаман көзбен қарайды. Бұл оған оның бұрынғы кезін есіне салады. Ертеңгі күні Пол әдетінше ішіп отырады. Бір кезде әлгі фуриялардың түрмесінде Рудеуспен бірге болған Гис Нукадия есімді жігіт Полдың досы болып шығады да оның жанына отырады. Екеуі отырып алып бірге ішеді. Пол Рудеуспен болған оқиғаны айтқанда, Гис оған далбоеб екенсің деп бетіне айтады. Пол неге деп сұрағанда, ал сен 12 жасыңда не істедің деп әңгіменің нүктесін қояды. Сосын Пол өзінің қатесін түсініп, Рудеусты шақырып одан кешірім сұрап, екеуі қайта дос болып кетеді. Десе де өлім тығырығының мақсаты әлі аяқталмаған еді. Олар орталық континентке баруын жалғастырады. Келесі бөлім болса Рокси жайлы болатын. Ол өзінің ауылына барып келмек болады. Рокси бұрында бала кезінде ауылдан қашып кеткен болатын. Оның ойынша сол кездері оны ешкім ұнатпаған. Үйіне кіргенде ол ата-анасымен амандасады. Олар бір-бірімен әңгімелесіп отырады. Әңгіме барысында оның ата-анасы өлім тығырығы, яғни Рудеус Эрис Руйджер жайлы айтады. Оны естіген Рокси таңғалады да қалаға қайтадан оралады. Рудеус болса түсінде әдеттегідей Хитагамиді кездестіреді. Ол оған өзінің кеңесін береді. Рудеуске келесі баратын қалада Айшаны, яғни Лилияның баласын айтпақшы. Білмеген болсаңдар, Рудеустың батясы Пол служанка Лилиямен пиқылдасқан болатын. Сонымен Рудеус Айшаны қамал күзетшілерінен құтқарып, бірақ өзінің атын айтпауы керек екендігі жайлы Хитагами түсіндіреді. Сонда ғана ол Лилия мен Айшаны да құтқара алады. Ертеңгі күні бәрі дәл солай болады. Рудеус Айшаны құтқарады және онымен сөйлеседі. Екеуі сөйлесіп отырғанда Айша ағасының қандай арсыз екенін айтып, оны ұятсыз деп айтады. Но бұл прямо Рудеуске айтылмаған болатын. Өйткені бұл кезде ол оны әлі танымайтын. Енді Рудеус Лилияны құтқаруы керек болатын. Бірақ Рудеус өте тупойский, очевидный байтқа түсіп қалады. Оны бір әйел сізді Рокси қамалға шақырып жатыр деп наибат етеді. Қамалға кіргенде Рокси емес әлгі семіз патшасымақты көреді. Ол оны бір ямаға түсіріп жібереді де өзінің мақсатын айтады. Оказывается, бұл боққарынға керегі Рокси екен. Ол Рудеусты заложникқа алу арқылы Роксиді өзіне алмақшы болады. Рудеус не ямадан шыға алмай ма деп ойлап қалма. Өйткені мына гениальный патша әлгі ямаға бір барьерге ұқсайтын печать қойған екен. Келесі бөлімде әлгі семіз патшаның подчиненныйлары зайбалдары шыққасын Руйджер мен Эристі қамалға кіргізеді. Сөйтсе әлгі патша оларды тек қорқытып ұстап отырған екен. Руйджер сол күзетшілердің туыстарын құтқаруға кетеді. Сол уақытта Рудеуске біреу келеді. Ол семіз патшаның ағасы Ачкарик Заноба патша екен. Ол Роксидің мүсінін Рудеуске көрсетіп, оның жасаған шедевріне тамсанып, сіздің оқушыңыз болайыншы деп жалбарынады. Но Рудеус жоқ деп жауап береді. Ачкарик болса түннің ортасында семізді ұйықтап жатқан жерінен тұрғызып алып, Рудеусты босат деп көтін айырады. Амалы жоқ болғасын ол оны босатады. И все. Лилия мен Айша наконец бостандыққа шығады да екеуінің жолы екі жаққа бөлінеді. Рудеус онымен қоштасып жатқанда Айша оны аға деп атайды. Солай оның біліп қойғанын түсінеді. Кстати, Лилия Рудеуске оның бағалы қорапшасын берген болатын. Оның ішінде Роксидің трусы болатын. Және де Селфи, егерде естерінде болса, Эльфке ұқсайтын Сильфиетта деген қыз. Рудеус 10 жасқа толғанда бермек болған алқасын Лилия оған береді. Өкінішке орай Сильфиетта оны өзі беріп үлгермеген еді.
Ал келесі бөлімде біздің үштік әрі қарай қозғалады. Олар бір боран болып тұрған таулы жерден жүреді. Жолда кетіп бара жатқанда бір мезетте Эрис пен Руджерт бір орында тұрып қатып қалады. Рудеус алдына қараса, бір қыз бен мужиктің кетіп бара жатқанын көреді. Сол мужик олардың жанынан өткеннен кейін Рудеустың көті қышып, сіз кімсіз дейді. Ол Орстед деп жауап береді. Орстед оны подозревать етіп, Хитагамиді танисың ба дегенде Рудеус далбайып, я танимын, мен оны түсінде көремін деп еді. Орстед атылып скватты шашып тастайды. Рудеус ақырғы магиясын қолданғанда Орстед оны добить етеді. Рудеус көзін ашса, бұрынғы кейпінде екен. Және оның кеудесінде Какаши Ринға подарок ретінде қалдырған тесік секілді болып қалады. Оның алдында Хитагами тұрады. Рудеус неге маған Орстед туралы инфо бермейсің дегенде, Хитагами Орстедтен слабы екенін мойындайды. Бар нәрседен желаниясы кетіп, депрессияға батып бара жатқан жерінде Хитагами оған, сен пока что өлмедің деп айтады. Солай Рудеус қайта көзін ашады. Оның алдында Эрис отырады. Сөйтсе, оны емдеген Орстедтің жанындағы қыз Нанахоши екен. Не үшін, неліктен белгісіз. Сонымен біздің складымыз емделгеннен кейін ақыры деген жеріне жетеді. Алайда осы сәтте Руджерт Орстедтен кейін көт ойнап кетті ма білмедім, басқа жолмен кететінін айтады. Бір-бірімен қоштасқаннан кейін Рудеус өзінің бұрынғы үйіне келеді де көз алдында флешбек 3D модель ретінде көрінеді. Содан кейін Эрис екеуі тірі қалғандардың лагеріне барады. Онда олар Гиленді кездестіреді. Және де мына Бориастардың қызметшісін. Ол Эриске кімнің қайтыс болғанын жұмсақ түрде жеткізейін деп еді. Эрис похуйлығын көрсетіп, тура айт дейді. Әкесі Филипп пен анасы Хильда қайтыс болғанына ол особо көңіл аудармайды. Ал оның атасы әлгі Саурос деген шал, оны оказывается соттың шешімімен бас алу жазасына тартқан екен. Меніңше, неге екені и так-то понятно. Өзіне көп алатын шал, по-моему, заслуженно. Осы ақпараттардан кейін Эрис түнде Рудеустың комнатасына кіріп барып, былай қарасаң, біреуінің жасы 12-де, ал біреуінікі 15-те. Ну, авторлар дұрыс деп шешсе, мүмкін дұрыс шығар. Алғаш рет осындай кайфовый, вайбовый түнді өткізген Рудеус энергияға толып оянады. Но артына қараса, Эрисі жоқ екен. Ол болса шашын қиып қалдырып, екеуміз по идее бірге бола алмаймыз деген хат қалдырады да, жас бала мужиктің жүрегін тесіп кетеді. Ал әлгі қызметшіден сұраса, ол Эрис Гиленмен бірге саяхатқа кетіп қалған дейді. Шоке болған Рудеус грустный плейлистін қосып алып, күні бойы жатады. Ал Эрис сол уақытта өзін дамытып, Гиленнің жанында жүреді. Оның негізі мақсаты Рудеустан мықты болып қайта оралу болатын. Ал шашын ақуя қиып тастады десең, ну, қызы типі апгрейдтің белгісі шығар. Енді осы жерден по факту екінші сезон бітуі керек болған. Бірақ тағы бір серия бар. Хотя ол филлерный емес, скучный деп айтуға келетін шығар. Өйткені онда Рудеус серия бойы бір бұрышта ұнжырғасы түсіп, өмірден түңіліп отырады. Бұл серияда қызық жерлері Руджерт адамдарға көмектесіп, ешкім одан қорықпайтын болады. Ал Гис Нукадия өзінің сапарын Египетте өткізеді, фурилар өмірін кайфпен сүреді. Бля, негізі оларға вообще похуй. Сонымен, наконец, серия соңында, сезон соңында қалай екені қызы, бірақ Рудеусте анасына зенитке деген инстинкт пайда болады да, зенитті зейін құрсын деп төсектен көтін көтереді де, екінші сезон аяқталады. Деп айтайын дегенмін, но тағы бір филлерный серия бар. Оған қысқаша тоқталайық. Бұл кезде Рудеус әкесімен арқа-жырқа боп, керемет атмосферада сөйлесіп отырған болатын. Сол уақытта Эрис пен Руджерт охотаға кеткен болатын. Эрис көшеде бір мужиктардың кішкентай балаға тиісіп жатқанын көріп, оны құтқарып қалады. Но ол бала рахметі жоқ болғандықтан, керісінше, не үшін құтқарасың, өзіме қайратын едім ғой деген әңгіме айтады. Эрис оның ебаласынан бір ұрады. Далада кетіп баратқанда әлгі балақай қатесін мойындайды да, жүр орманға барып гоблиндарды өлтірейік деді. Айтпақшы, бұл бала өте мақтаншақ маг. Орманда олар 4-5 ассасиннің бір кіттай қызды өлтіргелі жатқанын байқайды. Эрис барлық ассасиндарды на изи алып тастайды. Кейін олар орманнан шығады. Бұл серияның басты кезеңі бұл мына Клифф есімді баланың Эриске ғашық болуы. Ол Эриске сразу сөз салып еді, Эрис нихуя деп Рудеусты мақтай бастайды. Үйіне оралғанда Клиффтің әлгі ассасиндердің басшысы екені белгілі болады. Міне осылай видеоның соңына келдік. Комментарийға Мералин красавчик деп жазсаң риза болып қалар едім. Лайк басып арнаға тіркел. Сау.